Барлықтарыңызға сәлем. Мен Бөлтірік Атханұлы атындағы номер 36 гимназия парламентінің президенті Акбар Ильяр. Және де біз сіздерге бүгін мектептегі бір күн атты челленджін ұсынамыз. Гимназиямыздың кіреберісінде мектеп оқушылардың қауіпсіздігі үшін құралған арнайы турникет бар. Добро пожаловать. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жерде мектебіміздің оқушылары мен оқытушыларының жетістіктері. Бұл біздің гимназиямыздың кітапханасы. Бұл жерде оқушылар өздеріне ұнаған әртүрлі нұсқадағы кітаптарын оқи алады. Мысалға, сіз біздің кітапханаға жиі келесіз бе? Иә, мен бос уақытында біздің кітапханаға жиі келіп тұруға тырысамын. Себебі біздің кітапханада өте көптеген кітаптар бар, туындылар бар. Мысалы, қазірдің өзінде мен Мұхтар Әуезовтың Абай жолын бастадым. Маған бұл кітап өте қызықты болып жатыр, және де алда қалған томдарын оқуға бет бұрдым. Бұл гимназиямыздың асханасы. Сенің асханаға деген көзқарасың? Біздің гимназиямыздың ең көп оқушылардың ең көп жиналатын жерлерінің бірі, және де олардың ең сүйікті жерлерінің бірі ол біздің гимназиямыздың асханасы. Неге деп сұрасаңыздар, себебі гимназиямыздың асханасы таза, бағалары тиімді, және де тағамдары өте дәмді. Бұл біздің гимназиямыздың спорт залы, және де сабақ өту процесін бақылайық. Ал енді біз спорттық алаңға келдік. Ойыншыларымыздың, оқушыларымыздың өнерлерін, ойындарын тамашалайық. Дәл қазір біздің мектеп оқушылары шаш үйірмесінен жарыстарға дайындалуда. Мектептегі бір күн атты челленджіміз өз мәресіне жетті. Сіздермен болған 36 гимназия. Назарларыңызға рахмет.